Өз-өзін қабылдау деген қайдан басталатынын түсіндім да. Жаңа паразиттер біздің бұлшық етімізді жеп қояды. Бірақ оның бәрінің бір шешімі осы тазалану керек екен да. Адам күні адаммен деп қазақ жай айтпаған. Сен арқылы мен өзімнің ішіме үңілуді үйрендім. Мысалы киімінен де үлкен кісілердің иісі шығып тұрады. Бауыр ең жақсы, біздің бауыр бір айдың ішінде қалпына келеді ғой. Бір өмірде түсінгенім, аштан өлмейді екенбіз, бірақ астан өледі екенбіз. Айгүл, мына кешіміздің басында, подкасттың басында өзіңе деген алғыспен бастағым келіп тұр. Өйткені көп нәрсені біз енді өзі адамзат баласында барлық нәрсені адамнан үйрену арқылы, бізге ешқандай сабақты да алыстан ешкім бермейді, қасыңдағы адамдар арқылы, жолыңа кездескен адамдар арқылы ғана біз өсеміз, өнеміз жаңағыдай. Сол сияқты мынау сені кездестіргелі менің расында да ойым түбегейлі өзгерді. Түбегейлі өйткені мен баяғыда жаяу жүрмейтін әйелдердің санынан едім. Таксиға тура есіктің алдына бармай, мен тоқтамай түспейтінмін да. Анда есіктің алдына барыңызшы деп түсетінмін. Қазір ең бірінші мен 10 000 адымды жүріп үйрендім. Ол арқылы менің дене бітімім өзіме өзім ұнадым. Аллаға шүкір, өз-өзін қабылдау деген қайдан басталатынын түсіндім да. Тазалану, мысалға, түбегейлі өзгеріс ең бірінші тазаланудан бастану керек екен да. Өйткені сенің ішің қоқысқа толып тұр екен, одан сенің ойыңды өзгерте алмайды екенсің. Өйткені қоқыс толып тұр ғой. Қоқыстың мысалға шелегін тазалағаннан кейін, ішін тазалап жуып қойғаннан кейін ол әдемі болып тұрады. Іші толып тұрған кезде оның қасына келсең, иіс шығып тұрады. Сол сияқты адамзат баласына да ең бірінші түбегейлі өзгеріске ену үшін бірінші жан дүниесін, ішін тазалау керек екен да. Өйткені қатып қалған нәрселердің бәрі адамның дұрыс ойлауына да зиянын келтіреді екен. Қалай өзіңмен жаңағы детокс деп айтайықшы, қыздарға түсінікті болу үшін. Детоксқа кіргеннен бастап, білмеймін мен, одан сайын идеяларым оянып, қанаттанып, мен бір күнде кей кезеңдерде болады, идеяға толы түндер ұйықтай алмай шығам. Ал енді тазалану кезінде адамның тіптен ойына жаман нәрсе де келмейді екен. Ол сөздің өзі, атаудың өзі айтып тұр ғой, тазалану. Ал біз не жемейміз қазіргі заманда? Не жейміз емес, не жемейміз деген сұрақ қойған дұрыс шығар. Өйткені расында да негізі адамзат баласына бір жеген кезде 3 тамақтан артық жемеу керек болатын болса, біз қазір өзіміздің асқазанымызды винегретке айналған заманда өмір сүріп жатырмыз. Бәрін жейміз, тортын да жейміз, андай-мындай тәтті ет, түрлі-түрлі 15 түрлі салат, холодный бар дейді ма, сөйтіп бір тойға барғанның өзінде адам жоқ дегенде бір 25-30 түрлі тамақ жеп келеді екенбіз. Бұл ойлап қарасаң өз-өзімізді шаршату екен. Сосын ертеңгі күні біз тұрған кезде не істейміз? Шаршап тұрамыз. Ойбай, кеше тойдан шаршап келіп едік деп, және тойға жауып тастаймыз ғой оны. Өзіміздің ішкен тамағымызға жаппаймыз да. Қараңызшы, өстіп бір нәрсені оятады екен да, сол арқылы қазір тойға барғанда да өзіңе керекті тамақты ішіп үйрендік. Оның өзі қандай нәрсе. Мысалға, сосын жаңағыдай дұрыс тамақ ішу мәдениетінің өзі адамның денесін, мысалға енді ол жыл өткен сайын адам енді жасармаймыз ғой. Денең бұлпылдап, жаңағыдай босап, сөйте бастайды ғой. Осы сенмен жұмыс жасағалы денем кәдімгі болады ғой. Спортивный болып, шұдыққан, тығыншықтай, торсықтай болып жүретін болдым, Аллаға шүкір. Дұрыс айтасың, өйткені іштегі паразиттер көбісі біле қоймайды ғой. Диетада отырады, аштықта жүреді, бәрі бір амал жасайды ғой. Негізі сондай аштықты жай бетпе-бет теке босқа істемеу керек. Өйткені жаңа паразиттер біздің бұлшық етімізді жеп қояды. Содан ғой, мысалы тазарымның ғой, сен неше килограмм тастадың? Мен 86-дан 70-ке түстім. Ойлашы, 16 килограмм тастадым. Объем кетті, нешінші размерден нешінші размерден? Енді қазір 46 кем ғой. Ойлашы, 46. Негізі 52-нің о жақ бір жағын ұстап жүретінбіз ғой. 50-52 деп. Сол уақытта сен қалай болды? Жасарып кеттің, е? Ешқандай беттегі әжім кетіп қалды, керемет болып қалдың, е? Неге? Өйткені біз жаңа паразиттер бұлшық етте отырады. Сосын олар біздің денемізден кете бастаған кезде, сонда токсиндер кетеді, объем кетеді. Бірінші есіңде ме? Бірінші бастағанда объем кете бастады ғой. Вес тұрады, объем кетеді. Өйткені токсин мен шлакта не жоқ, вес жоқ. Ең бастысы
сол бұлшық ет кетпеу керек. Иә. Сонда бұлшық еттен паразиттер кетіп қалды да, адам сосын керемет жасара бастайды. Иә, жасаруды тағы да айтып өтейін қыздарға. Мынау былай ғой, мысалы жұрттың бәрі сұрайды, мен Айнұр апай, сіз ботокс жасайсыз ба бетіңізге дейді. Аллаға шүкір, мен бетіме блефарадан басқа ештеңе жасатып көрген адам емеспін. Оның өзі мынау болады ғой, адам есейген сайын көзінің үсті, бүйтіп көзінің үстіне түскен кезде, әй қой, мына артық еттерін алып тастайық деген оймен мен жасатқам. Болды. Ал енді Аллаға шүкір бетіме бір артық неме ботокс мындай салынып көрген жоқпын. Өйткені осы детокстың арқасында да менің жаңа айтқан терілер тартып, және оған мынау коллаген өзімен өзі анау келеді екен ғой. Денсаулық дұрыс жұмыс жасаған, жаңағыдай қан айналымы дұрысталған кезде, адамның жан дүниесі тазарған кезде коллаген кәдімгі жылтырап бетің күнде майлы, баяғыда жас кезімізде бетіміз таңертең майланып тұрушы еді ғой. Сондай жып-жылтыр болып, майда жұмыртқадай болып, майлы болып тұрады да қазір. Бір кезеңдер болған расында да. Адам өзі денесі де бір қабыршақтанып, дәрумендер кете бастағаннан кейін бірақ оның бәрінің бір шешімі осы тазалану керек екен да. Тазаланып отырған кезде кейін ойлап отырып, бір күні ескі бір самаурын бар ата-анам үйінде. Соны қарап отырмын да ойлаймын, деймін да. Біздің ішіміз осы самаурынның ішіндегі қақ сияқты екен ғой деймін да. Сыртынан ұрып атсаң құлап жатыр кейбір қақтарда, мысалға тазалайық деп. Сол кезде біз де жылдар бойы осы қақты жинаймыз да, шектерімізде. Содан соң оның үстінен дәрумен ішеміз. Ол дәруменнің тек қана су болып ағып кететінін түсінбейміз да. Паразиттер жеп қояды. Паразит Ағзаға бармайды. Ағзаға бармайды. Шегің сенің толған лас, жаңағы қоқыс, ал қоқыстың ортасынан ол қалай сенің ағзаңа барады? Негізі ол аппақ әдемі шек. Мысалға малдың тамағын жеген кезде айтады ғой, шекте, шек қарында көп дәрумен бар, жеңдер дейді мысалға. Ата-бабамыз жай айтпаған. Ал енді сол шек неге дәрумен болады? Өйткені ағзаға түскен барлық нәрсе сол жерде сақталады екен ғой. Екінші жүрек деп те осы мынау іш құрылысты жай айтпайды екен. Сондықтан айналайын құрбым, саған алғысым шексіз. Өйткені мысалға адам күні адаммен деп қазақ жай айтпаған. Сен арқылы мен өзімнің ішіме үңілуді үйрендім. Енді Аллаға шүкір, мен оның бәрін физиканы да жасайтынмыз. Мысалға өзімді Аллаға шүкір ізденісте жүресің әрқашанда, жан жақты, мысалға қалай өренің өсуіне, жан дүниенің толықсуына жұмыс жасаймыз ғой енді. Жүрген кезде мысалға біз көп адамдар құсап бір тиын тебенің артынан қуып кететін адамдардың санынан емес, біз жан жақты бір адамзат баласына қандай пайда тигізем, ал пайда тигізудің өзі үшін де ең бірінші тазалану керек екен да. Өйткені таза жерден таза ой шығады екен, таза дем шығады екен, таза леп шығады екен да. Көзің жарқырап, кәдімгі өмірге деген құштарлығың одан сайын артып, енді мен Алла берсе детоксты күтіп жүретінге дейін жетіп қалдым. Қазір міне маған Алла берсе осы оразадан кейін қайтадан жалғастырып кетем ба деген ниетте отырмын. Өйткені оразаның өзі көп тазалайды ғой адамзат баласын. Оразада жеңіл өткен шығар, е? Ораза маған тіпті ойнап жүріп өткізем. Оразада содан осы детокстың арқасында мен қазір екі-ақ рет тамақ ішуді үйреніп алдым. Мен 3 мезгіл тамақ ішпеймін қазір. 2-ақ мезгіл таңертең ішем, сосын бір 4-5-терде бір-ақ рет ішем. Жетіп жатыр. Болды. Баяғыда ойбай келсін келмесін, таңертең жесін, ортасында бірдеңе жейсін, түскі ас дейсің, ортасында тағы бірдеңе, 5-6 рет тамақ ішетінбіз ғой. Ол негізі біздің генетикамызда жоқ нәрсе ғой. Біздің ата-бабамыз қалай? Мал шыққанда жеген, мал келгенде жеген. 2 мезгіл расында да. Сосын қаншама еңбекке отырмаған ешкім. Айтпа. Сол болмысымызға келіп жатырмыз да, оған да Аллаға сансыз шүкірлік айтасың. Мысалға кей кезде бүйтіп айтады да, енді көп жерлерде үлкен кісілер есейген сайын үстерінен бір жағынан иіс шығады дейді. Иә, мен оны түсіндім, өйткені қалай шықпайды, ішің толған жаңағыдай қоқыс болатын болса, ол мынау тері алқала, ол сыртына шығады ол иісті. Мысалы киімінен де үлкен кісілердің иіс шығып тұрады, қасына жақындасаң да иіс шығып тұрады мысалға. Бірақ енді ол кісілерге мен қазір жүрген кезде біреу бірдеңе десе, ауырып тұрмын десе, тазаланшы деп сен сияқты айтатын болдым. Өйткені оның бірден бір емі адамның аурудың тазалану екен. Кішкене мысалға мырқылдап-сырқылдап ауыра бастадым ба, аузымды тыйып тастаймын.
қазір сен Иә. ұмытқан шығарсың, иә, жаңағы грипп, Дәрі ішпеймін қазір, Аллаға шүкір. Қазір дәріні қойдым. 2 жылдай болды ма, Аллаға шүкір. Ешқандай. сосын анау нені ұмытқан шығарсың, грипп, ауырып қалу, суықтық қалу. Иә. Ол бар ғой, Грипп неге оны нені көрсетеді? Іштегі токсиндерді шығаршы дейді. Біздің ағзамыз айтады, жаңағы слизь арқылы шығаршы мені дейді. А біз оны ойлаймыз, суықтық қалды деп. Ең бастысы, егер де сізде мұрныңыздан аға берсе, жөтеле берсеңіз, ол жаңағы сіздегі іштегі слизь шыққысы келіп тұр. Слизь, иә. Паразиттардың толып қалғаны. Сол ғой, Оның сол бәрін ракқа әкеледі. Иә. Жаңағы мен сол сен жеңілдігіне таң қалдым ғой. Вот сен үнемі сапардасың, иә, рейстер, қоғамдық шаралар. Осындай өмірі ырғағында бұл жол саған қалай сыйды? Білмеймін, мен үшін қорқынышты емес, адам миы дайын болатын болса, бәр нәрсені жасай беруге болады. Мысалға, естеріңізде болса, су тасқыны болды ғой. Сол кезеңдерде мен су тасқынында детокстың 2-ші бағдарламасында жүрдім. Ана 2-ші айлығында. Сол кезде мен Қазақстанда аралап жүрген кезеңдер 2,5 литрлік термосымды, бүкіл шөптерімді алып, Қостанай, Петропавлда осы детокс бағдарламамды өзіммен бірге алып жүріп, отельге келгенде ол жерде артық ештеңе керек жоқ қой, маған керегі тек қана қайнаған су ғана болды. Барлық жерде чайнек бар, чайнекті құйып алам, шөптерімді жаңағы бұқтырып алам, сол термосқа қолымда термосымды ұстап жүрдім де, сөйтіп мен барлық бағдарламамды сол жолда, сапарда жасадым мысалға. Керісінше энергия көбейді, иә? Иә, сол кезде жұрттар айтады, күнде енді барған жерде білесің ғой. Сонда сен айтатынсың, таң қалады, қалай деп? Біз енді бір өмірде түсінгенім, аштан өлмейді екенбіз, бірақ астан өледі екенбіз. Қазір қазақтың қырылып атқанында мысалға тамақты тойып жеуде. Тойып жеу өзі мынадай жұдырықтай ғана асқазанды біз керіп тастайды екенбіз. Алақанға қанша сияды, осындай ғана жеу керек, білесің бе? Осындай ғана мен. Мынандай да емес. Ал жұдырықтай ғана деш. Алақан. Қанша сияды? Қазір солай жейсің ба? Иә, қазір Аллаға шүкір. Шұқып жеймін, тойып қалам. Шұқып жеймін. Сонда ойлаймын, баяғыда сол менің арманым болатын, өзі армандар орындалады ғой. Мен Аллаға шүкір, қай аузыма бірдеңені ойласам, сол нәрсе менде орындалып жатады. Ол да менің армандарымның бірі болған, өйткені мен бір жас кезімде өте бір болады ғой андай. Ұлдардың арасында өскен қызбын ғой, андай кішкене. Еркектерше жейтінмін тамақты. Сонда ойлайтым, ана бір шұқып жеп отырған қыздарды көргенде ойлайтым, то мен де осылай жесем ғой деп армандайтын. Мен еттің бүкіл майларын теріп алып, сөйтіп күшті қылып жейтінмін ғой. Және аталарымыз бізде асатуды беретін, асату. Ол кезде енді еркек балалармен қарамайсың, бірге асату жеп аласың, оның ішіне майларын салып береді ғой сол кезде. Осы 1-2 жыл болды ғой, осының бәрін реттелгеніне. Содан түсіндім, тамақ ішу мәдениетінің өзі сен егерде жан дүниең қоқысқа толып тұрса, бағынбайды екен ғой деп. Ал ол нәрсенің таза екенін сезінген кезде сен өзің ластағың келмейді екен да. Қараңызшы, қандай керемет, бір-бірінен бүйтіп үйлесіп жатыр да, бірақ біз осыны білгіміз келмейді. Қазір аштық десең, ой, мен ондайға шыдай алмаймын. Айнұр апай, сізден... Бұнда аштық жоқ қой? Енді аштық жұрттар су ішіп жаңа психика ғой. Мысалға шөп жеп жүру, жаңағыдай жеуді, олар аштық деп ойлайды. Қазір анау дастарханды көріп отырсың ғой, біз адамдардың жаңағы психикасы жаңағы қорықпасын, дұрыс қабылдасын деп, біздің білесің ғой, біздің кафеде қалай дайындаймыз. Ет жоқ екенін білмей қалады ғой. Иә, мен осы қымбатты көрермен веган хаус осы мейрамханасының таң қалдым. Бір күні мен енді келіп тұрам ғой, құрбыма келіп тұрған кезде маған күшті тамақтар дайындап береді. Ішінде колбасасы да, сосискасы да тұрады. Үмітім, мұны қалай ол веган десем, сөйтсем, оның ішінде етсіз де, сонда етке ұқсайтын қылып жасап, тағамдары енді ерекше дәмді. Бүгін фуршеттің қандай болатынын мен сіздерге жаңағы өзім стористарым арқылы көрсететін боламын. Бұл жердің тағамдары кәдімгі оның еттің де, жұмыртқаның да жоқ екенін білдірмейді. Жұмыртқамен деп қалдың ғой? Иә, мен жаңа өзім бір жеп жатырмын, иә. Мына жұмыртқа салғансыңдар ма деп қоямын ғой. Ал енді сен бағдарламаға кіргенде өзіңе мен мұны алып жүре аламын деп сендің бе? Мен негізі өзіме сенетін, Аллаға және өзіме сенетін адаммын. Содан кейін мен ол жағынан ешқандай менде қорқыныш болмайды. Егер мен істеймін деген нәрсемді істеп шығатыныма өзім сенімдімін да, Аллаға шүкір. Сен мысалы көп адам байқап отырады ғой, бірақ сен бағдарламаны өте тыныш өттің. Неге сенде қысым болмады деп ойлайсың өзің? Өйткені ми дайын.
мида бәрі, иә. Мен үшін ол нормаға айналды. Мысалға, қазір күтіп жүрмін. Енді Алла бұйыртса осы қазір бастап кетсем, оразаға түсіп қалам, болмай қалады. Оразадан кейін жалғастыратын болсам, ол тіптен қандай керемет. Енді ораза айының өзінде адам зат баласы кәдімгі жаны тыншығып, рахаттанып қалатын айлардың бірі ғой өзі. Кәдімгі кетіп бара жатқан кезде біткен сайын бітейін деп жатыр ма деп кәдімгідей. Ол ораза айын мен биыл ойлап жатырмын, қазір енді оразада бізде уақыты аз ғой деп та, кеште мысалы тез ашамыз ғой ауызды мысалға. Енді ойлап қарасаң, қазір февральдың ақпан айында кіретін болса, ондай кеште жүрмесін. Мен мынандай оразаны аңсаймын да кей кезде. Түнде ашатынша жаздық оразаларды. Сол сияқты бұл осыдан мысалға осы детокс маған көп нәрсені үйретті. Тіптен өз-өзің бұл сабырлыққа да үйретеді, шыдамдыққа да үйретеді. Сосын қомағайлықтан жаңағы арыласың, ашкөздіктен арыласың. Өмір өмір сүру үшін тамақ ішуіміз керек екенін білуіміз керек та біз. Ал біздер кей кезде қарап отырсаң, біз бір тамақ ішу үшін өмір сүруге келген адамдар сияқты болып жатамыз. Мысалы сен жолдасың қалай қабылдады? Ол да бірге өтті ғой. Екеуміз бірге болған кезде екеуміз күшті таңдаймыз, Аллаға шүкір. Иә, соған таң қалдым да, өйткені сендер бір сөз сөйлейсіңдер ғой. Бір жеңнен. Бір жеңнен, иә, бір қол, бір жеңнен солай сөй. Өйткені результатын керемет қой. Қайта мені таңертеңгі неге шөп дайындағанда күйеуім өзі оятатын. Өзі оятып? Өзі оятып, екеуміз клизмаға бірге баратынбыз. Ол кісі 20 килограмм ұстады ғой? Ол 20 килограмм ұстады. Енді ол кісінікі менен де көп қой. Салмағы көптеу болып та, ойбай, жасарып, адам өз-өзін жақсы көреді ғой. Мысалға, сенің мынау ойлайсың ғой, жақсы, нормаль, өзіңе адам үйреніп қалғаннан кейін жақсы көрінеді. Кейін, сол детокстан шыққаннан кейін өзіңе қарасаң, анау түрің ағарып. Бір кезеңдерде болды менде осы детоксқа келгенше, түрім қарайып кетті. Сосын бір күні ойлаймын, мен ақ әйелдер ақ болғам негізі. Ақ дегенде бидай өңді болғам. Бірақ неге мен қарайып кеттім деп. Сөйтсем бұл жаңағы тоғылып қалған бауыр қарайып кетеді. Бауыр ғой. Бауыр ең жақсы, біздің бауыр бір айдың ішінде қалпына келеді ғой. Бір айдың ішінде ойлашы. Сонда бізге көп керек емес. Қазір анау кісілерге күлкім келеді ғой. Мен айтамын, бұрынғы ескі фотографияны көрсетейін десе, ананы қарағысы келмейді ғой. Сонда айтады, мен өзімді әдемі деп жүрсем деп, ананы көрсетпеші маған дейді ғой. Мен айтамын, ол бір ай бұрын болған фотографияң ғой деп. Сосын бар ғой, иіс сезгіштігің одан сайын артып кетеді ғой. Қазір бала сияқты. Иә, бәр жерден иіс сезіп жүрем ғой. Мына жерден ана иіс шығып тұр, мына жерден ана жерден иіс шығып тұр депші. Кәдімгі сол ана ол не? Ол да анау жабылып қалған кейбір фильтрлар тазаланған сияқты ғой. Мысалға, кей кезде шыны керек біз не болып жатқанда қарамай. Ал қазір мен үйдің ішінде әр нәрсенің иісін ерекше сезімталдығым артты. Сосын білесің ба? Мына сендер енді сахнада жүресіңдер, ән айтасыңдар. Әр адамға да керек қой әрине, бірақ мына біздің дауыс связкаларымыз ғой, голосовой связки. Оның бәрі толық болады екен, ол да кәртаяды екен. Дауысында жасарады. Сондықтан да, Айнұр ханым, міндетті түрде жарты жыл сайын тазарып тұру керек. Кәдімгідей, сонда дауысың сыңғырлап жас болады. Енді мен осы жылы жарты жыл менде болмай қалды, өйткені бір жылдың ішінде менде өте бір насыщенный болып кетті. Жан жақта, шетелде болдым, жағдай қалада болмадым. Бірақ 14 күн ортасында антипаразитаркасын ұстап отырдым. Оны өттім. Еще ең жақсысы ол жақында болды ғой. Жаңа үлкен зымыран өткізген. Зымыранның алдында бір өтіп алдым ғой паразитарканы. Сонда уже жеңілденіп қалдым. Мен андай қолына ұстап көрдім ғой. Маған андай анализді тапсырып керек емес. Адамның қолы, беті бәрі көрсетеді ғой. Сонда неге ең бастысы уақытында істеу керек та. И жақсы жері сен 3 жылдан бері тазармаған орында да вес қосылған жоқ, ең бастысы. Аллаға шүкір. Сол ғой ең бастысы. Түрі кәртайған жоқ. Өйткені сіз анау бүкіл клеткаларын тазарды ғой. Сонда клетка тазарады ғой, кәдімгі от жанады ғой ішінен. Мен сенің детоксыңа келгеннен кейін тағы да бір жаңалық аштым өзіме. Ешқандай қымбат крем алмайтын болдым. Керек емес. Ешқандай қымбат крем алмаймын қазір. Кәдімгі қай жерде
максимально химиясы жоқ бір жақсы майларды алып өзім жасаймын да сөйтіп қана жағатын болдым. Есіңде ме, айттым ғой, кремді жағу керек, егер де жия алсаң оны. Иә. Адамдар ойлайды, ананы, біздің кәдімгідей аузымыз сияқты тура бірдей біздің жаңағы кожамыз. Мысалы, сен не жия аласың, соны ғана жағу керек. Мынаған у салады ғой кәдімгідей. Иә. Тіліңе бүйтіп салғанда қазір уже сезімтал болдың ғой. Иә, өте сезімталдық. И кәдімгі жағайын десең де жаға алмайды екенсің. Жаңа қалып қойған кремдерім менде қалды. Қазір табиғи майларды қосам да, жаңағыдай жұмыртқа, айрандарды алып, соның ішіне жаңағы оливковый ма, не бір жаңағы майларды қосып маскаларды жасаймын. Жаңағы майларын бәрін салып та, мысалға, болды. Сонда көрдің бе? Барлық жақтан еще экономия, Экономия және табиғилыққа келеді екенсің бұл арқылы. Өйткені табиғатың тазарғаннан кейін, жан дүниең тазарғаннан кейін табиғатың химияны қаламайды екен. Енді қымбатты ханымдар, мен бұл жерде өз-өзіңізді расында да түбегейлі өзгеріс деген мынау атауының өзі айтып тұр ғой. Осыған кәдімгідей келесіз да. Тек әрине, мысалға былай ғой, сіз ауырсаңыз, дәрігерге барсаңыз, дәрігердің айтқанын істейсіз. Ана дәріні ішіңіз, мына дәріні ішіңіз деп, содан кейін о жазылдым деп ойлайсыз ғой, тыңдайсыз. Ал бұл жерде бізде бір қателік, осыны дәрісіз мен сізді емдеймін деп тұрған кезде біз тыңдамай жатамыз да. Осы Айгүл ханым сияқты небір мықты осындай мамандар бар, бірақ өкінішке орай біздер жаңағы оларды әлі түсінбей келе жатырмыз. Осы подкасттың өзін, осы адамдар ауырмаса екен, өз-өздерін дәрімен емес, өзінің тазалықпен, жай ғана осы табиғи сумен, шөппен ғана емдеп үйренсінші деген менің жан айқайым бұл өздеріңізбен бөлісіп жатқан.